Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Сіздермен Гүлназ. Бүгін сіздерге дастарханыңыздың сәнін беретін және бір жасағынан өте жұмсақ болып шығатын осындай күлше нандардың рецептімен бөлісетін боламын. Егер де менің каналыма жазылмаған болсаңыз, жазыла кетуді ұмытпаңыз, алда көптеген рецепттер болады. Ең алдымен ыдысымызға 250 грамм жылы сүтімізді құйып аламыз. Оның үстіне 250 грамм жылы суымызды құямыз. Және де 25 грамм қантымызды саламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз, толмаған шай қасық тұз және аштқымызды саламыз. Аштқының мөлшері бізде жарты шай қасық. Және де еріп тұрған 100 грамм сары майымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Массамызды жақсылап араластырып алғаннан кейін ұнымызды қосатын боламыз. Маған бұл жерде 900 граммдай ұн кетті. Ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан өзіңіз илей келе қарап қосатын боласыз. Ұнды бірден салып илемейміз және осылай шетінен салып отырып жұмсақ қамыр илейміз. Бізде осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болу керек. Қамырымызды жақсылап илегеннен кейін бетін осындай салафанмен немесе пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 30-40 минутқа қоя тұрасыз көтерілгенше. Қамырымыз көтеріліп дайын болғаннан кейін шетінен осындай таразының көмегімен 100 граммға бөліп шығамыз қамырларымызды. Бөліп және домалақ етіп күлшелеп форма береміз. Дайын болған күлшелерімізді осылай пергамент қағаз төселген табамызға қойып, арасын алшақ етіп қоямыз, себебі бір-біріне жабысып қалуы мүмкін пісу барысында. Осылай жасамай тұрып, форма бермей тұрып қойып аламыз расстойкаға. Мен 15-20 минут қойдым. Енді дайын болған күлшелерімізге осындай ортасын тесіп, форма беретін боламыз. Күлше нанның осылай қолмен тесіп басып шыққаннан кейін үстінен тағы да вилкамен басамыз, ортасы көтеріліп кетпес үшін. Осы уақытта пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Күлшелер 180 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Енді дайын болған күлшелеріміздің үстіне бір жұмыртқаның сарысы және бір ас қасық сүтті осылай араластырып алып, барлығының бетіне жағып шығамыз. Күлшелеріміздің бетіне жұмыртқа жағып болғаннан кейін әдемілік үшін кунжут немесе мак себеміз. Мен екеуін араластырып септім. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің күлше нандарымыз өте әдемі болып көтеріліп пісіп шықты. Ортасы да жұмсақ, толық піскен. Шайға ортасына сары майды салып жағып жесеңіздер өте керемет нандардың бірі. Жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Каналымда қалу үшін подписация батырмасын басыңыздар. Алда бұдан да басқа рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен болған Гүлназ, ас болсын.